Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің философы, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Шын есімі Ибрахим, бірақ зере әжесі Абайды қазақ тілінде ұқыпты, сақ деген мағынаны білдіргендіктен Абай атаған. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Семей облысының Шыңғыстау баурайындағы Қасқабұлақ ауылында дүниеге келді. Абайдың арғы тегі билер мен ақсүйектердің руы Тобықтыдан басталады. Абай 170-тен астам өлең жазды, 56 аударма мен философиялық трактаттар стилінде жазылған 45 қара сөздің авторы. Сөздері тақырып ауқымдылығы, дүниетанымдық тереңдігі мен саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Бұл шығармаларында этникалық қазақтардың тарихы, педагогикасы, адамгершілігі мен заңды мәселелер көтерілген. Абай қазіргі кезде танымал болып табылатын 20 шақты әуен шығарып, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз.